Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермені. Бүгін сіздің назарыңызға 20 ғасырдың 90 жылдарындағы қоғамдық саяси бірлестіктер мен экономикалық даму кезеңін баяндайтын боламын. 1980 жылдар соңына қарай демократияландыру үрдісінің жалғасы және бірден бір айқын белгісі ретінде қоғамдық бірлестіктер құрыла бастады. 1980 жылдардың соңында жүздеген бірлестіктер құрылды. 1991 жылдың маусымында Қазақ Кеңестік Социалистік Республикаларындағы қоғамдық бірлестіктер туралы заң қабылданған болатын. Республикада көппартиялық саяси құрылымның негізі қалана бастады. Және ол ұйымдар өздерінің негізгі мақсат міндеттерін айқын ұсынып, демократияландыру үрдісінің қоғамға еніп кеткендігінің тағы бір белгісі ретінде дәлелдеді. Сондай ұйымдардың ең бірінші баса назарда айтатын тұсы ол Семей Невада қозғалысы. Ядролық сынақтарға қарсы күресу мақсатында құрылған бұл ұйымның жетекшілігі Олжас Сүлейменовтің құзырында тұрды. 1989 жылы 6 тамызда Семейдегі Қарауыл ауылында митинг өткізілді. Кеңес социалистік республикалар одағы мен ақш арасындағы ядролық сынаққа қарсы мораторий жариялау қажеттігі туралы үндеу қабылдады. 1989 жылы 18 жарылыс жоспарланып отырса, осы митингтің салдарынан 11-і тоқтатылған болатын. Яғни, қазақ жерінде, әсіресе Семей өңірінде жарылыстар мен сынақ өткізуге шек қойылды. Олжас Сүлейменовтің өзіне төніп тұрған қандай қатер бар екендігін, экономика үшін қаншалықты шығындарға ұшырайтынын біле тұрса да, сол жердегі адамдардың денсаулығы мен әртүрлі адамдардың шалатулары мен радиофобияға ұшырауының салдары жалғаса бермеу керек екендігін түсіндіріп. Келесі осындай ұйымдармен қатар құрылған негізгі партияларға тоқтай кетейік. Бұл Азат қоғамдық қозғалысы 1990 жылдың жазында құрылды. Оның мақсаты Қазақстанның егеменді ел болуы, жеке мемлекет ретінде әлемдік қауымдастыққа енуі еді. Сонымен бірге Қазақстанда тұратын славян текті жұрттар өздерінің мүдделерін қорғау ниетінде славян партиясын құрды. Сонымен қатар 1990 жылдары қазақстандық немістердің құрған қаражаты мол, Германиямен тығыз байланыста болған ең көп үлкен ұйымы Видергебург, яғни қайта өрлеу ұжымы құрылды. Сонымен қатар 1947 жылғы 21 қаңтардағы Қазақ КСР ғылым академиясының тіл және әдебиет институтының дөрекі саяси қателіктері туралы қаулысы күшін жойды. 1990 жылы қыркүйекте Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 30-40 жылдар аралығындағы және 50 жылдардың басында заңсыз қуғын сүргіннен зардап шегіп, кейін ақталған азаматтарға жәрдем көрсету жөніндегі шаралар туралы жарлығы шықты. 1988 жылы 4 қарашада Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің қаулысымен 1930-1950 жылдар аралығында жазықсыздан жазықсыз жазаға ұшыраған қазақ зиялыларының бір тобын ақталу прогрессі жүрді. Енді қазақ тарихында аты ақталып, ақтаңдақтар бетінен түсіп, қазақ әдебиетіне қайта есімдері оралған бірнеше тұлғаларға тоқталып өтейік. Яғни 1990 жылдардағы осы жарлықтың негізінде аты ақталған қазақ зиялылары 1858-1931 жылдар аралығында өмір сүрген көрнекті ақын философ Шәкәрім Құдайбердіұлы. 1889-1931 жылдар аралығында жазушы әрі ғалым Жүсіпбек Аймауытов.
1893-1938 жылдар аралығында өмір сүрген ақын, белгілі саясатшы әрі педагог Мағжан Жұмабаев. 1873-1937 жылдар аралығындағы өмір сүріп, тіл білімінің негізін салушы, қазақ әліпбиінің атасы аталған Ахмет Байтұрсынұлы, сонымен бірге 1885-1935 жылдар аралығында өмір сүрген жазушы, педагог, Алаш маршының авторы, қайта келмес оян қазақ деп жыр арнаған жазушымыз Міржақып Дулатұлдарының есімдері қайтадан ақталып шықты. Бұл қазақ тарихының сонша жылдар бойы шыңырауға құлатылған беттерін қайта ашып, қазақ зиялыларының атын ақтау процесінде үлкен өзгеріс әкелді. Қазақ тарихының қайта жандануына, қайта жаңғыруына үлкен үлес қосты. 1987 жылы сонымен бірге қазақ және орыс тілдері туралы қаулылар шықты. 1989 жылдың 22 қыркүйегінде қазақ кср-індегі тілдер туралы қазақ кср-інің заңы қабылданды. Ол заң бойынша қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі деп жазылады. 1990-1991 жылдардың маусымының аралығында қазақ тіліндегі 482 балабақша ашылды. Осы уақыт аралығында қазақ тілінде 155 мектеп ашылды. Сонымен бірге қазақ тілінде тәлім беретін 4 кәсіптік техникалық училищелер ашылды. Яғни өте ұзақ уақыт мерзім арасында патшалық үкіметтің, кейіннен кеңес үкіметінің ықпалында болып, әміршіл әкімшілік тоталитарлық жүйенің ықпалынан шыға алмаған қазақ қоғамының мәдениеті үшін ең алғашқы жақсы хабарламалар келе бастады. Қазақ халқы өзінің егемендігінің жарияланғанын сезініп, тәуелсіздіктің алғашқы иісін сезінді. Сонымен қатар экономикада қалыптасқан жағдайға назар аударайық. Қазақстан Кеңестік Социалистік Республикасындағы еркін экономикалық аймақ туралы заң қабылданды. Бұл жерде 1980 жылдардың соңына қарай экономикалық даму бағытын нарықтық қатынастарға негіздеп қайта құру үшін Қазақстан үкіметі қазақ кср-індегі шетел инвестициялары туралы заңды қабылдады. Осы жылдары экономикалық даму бағытында Қазақстанда ең алғашқы құрылған банк, сыртқы экономикалық банк және Сауд Арабиясымен біріккен Әл-Барака банк Қазақстан банкі құрылған болатын. Яғни республикада сыртқы экономикалық байланыс министрлігі құрылды. Сонымен қатар 1990 жылы Қазақстан ең алғаш сыртқы елдердің ірі корпорациясы оңтүстік Кореяның Samsung корпорациясымен байланыс орнатты. 1991 жылдың жартысында 24 елдің ресми тіркелген біріккен кәсіпорындары Қазақстан жерінде орналаса бастады. Ал 91 жылдың жартысында Қазақстанда шетелдіктермен біріккен 35 кәсіпорын болды және бұл Қазақстан шетелдер капиталын әкелу үшін инвесторларды 5 жылға дейін пайда салығынан босатқан еді. Қазақ жеріне индустрияландырудың алғашқы лебі, заманның жаңа талабы жарқын енгізіліп жатқан кезде міндетті түрде еркін экономикалық аймақтар құрылды. Ол еркін экономикалық аймақтар деп жәрдем атасу Қарағанды, Маңғыстау, Алакөл, Шаркент аймақтарын жариялады. 1990 жылы Қазақстан мен Қытай арасында Алматы-Үрімші әуе қатынас жолдары ашылса, 1990 жылы Қазақстан мен Қытай арасында Жаркент-Инин автобус қатынасы ашылған болатын. Міне, бұл жағдайлардың барлығы қазақ халқының еркін мемлекет екендігін, егемендігі туралы бейнені жариялағанын анық белгісі ретінде көрініс тапты.